Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз функция және рекурсия. Бұл жерде функцияны құру, def нұсқасы, жергілікті және ауқымды айнымалылар. Функциялар мен жұмыс. Лямбда функциялар, рекурсиялар. Функция орындауға бірнеше рет шақыруға болатын кодтық бөлігі. Функция кез келген программа тілінің іргелі болып табылады. Функция программаны өз бетінше бірақ бір-бірімен байланысатын бөлікті бөлу мүмкіндік береді. Немесе функция программаның басқа орнынан қатынауға болатын программалау кодтың атауы. Енді мен сіздерге қысқа және нұсқа ретінде түсінік беріп жіберейін, бұл функция не үшін керек екенін. Программалау тілдері негізі көбіне қолданушы жеңілдету үшін қосалқы программаларды қолданады. Қосалқы деп отырғанымыз пад программа, қосымша программа. Яғни программаның бөліктері қайталана беретін есептер болатын болса, өрнектер, сіз оны функция ретінде сақтап қойып, керегі уақытында шақырасыз. Енді тұрмыстық жағдай үшін түсіндіріп кетейін. Мысалы, сізде үйіңізде микроволновка демейік, духовка болатын болса, пісіретін. Негізгі программаңыз сіздің жаңағы кухняда тұрған столыңыз. Айнымалыларыңыз сізде мысалы бірінші окорочка пісіру болсын, екінші пряник болсын, үшіншісі жаңағы бір кез келген, қалай десек болады екен, бір тоқаш болсын дейік. Яғни не істейсіз? Негізгі программадан окорочканы апарып духовка саласыз. Духовка пісіп біткеннен кейін қайта столдың үстіне қоясыз. Екінші қайтадан алып пряникті саласыз, оны қайтадан піскенін саласыз. Одан кейін үшінші сіз жаңағы тоқаш саласыз, піскенен оны аласыз дейік. Сіз не істедіңіз? Үш айнымалы үшін бір духовканы қолдандыңыз. Ал егер де функция болмайтын болса, сіз не істер едіңіз? Окорочка пісіретін бір духовка сатып алар едіңіз, пряник пісіретін бір духовка, тоқаш пісіретін бір духовка. Ол тиімсіз. Тура сол сияқты программалау тілінде біз функцияны қолданады екенбіз. Енді бұл жерде айтатын бір жағдай бар. Мысалы, кір жуғыш машинасы да солай. Мысалы, ақ жиделерді бөлек саласыз, түсі бар жиделерді бөлек саласыз. Яғни, ол бір кір жуғыш машина n түрлі ақпаратпен жұмыс жасайды екен. Яғни, функция құру үшін def деген кілттік сөзді қолданамыз. Одан кейін оның аты және жақшаның ішінде аргументтер тізімі көрсетіледі. Функцияның денесі 4 бос орын белгісімен ерекшеленеді. Функцияның мәні қайтару үшін ретурн кілттік сөзінің көмегімен орындалады. Одан кейін қайтарылатын мән жазылады. Мына сіздерде тұр экранда def функцияның атауы, аргумент жазамыз. Яғни атаудан кейін оның аргументі дегеніміз ол атауы, мысалы def минимум табу дейік. Функцияның денесі деген жерге есеп жазасыздар. Ал функцияның денесі бір мәнге меншіктелсе x-ке return x дейсіздер, x-дің мәнін жарып береді. Мәнді қайтарады. Мысалы def функция деп тұр. Мынау енді сіздерде калькулятор режимде тұр. Мысалы функция деп тұр, бірді береді, функция бірді есептеп шығарады екен. Бұл жерде көп жағдайда функцияларды мәліметтерді өңдеу үшін қолданылады. Бұл жаңағы мәліметтер ауқымды болуы мүмкін, немесе функция аргумент арқылы берілу мүмкін деген. Мысалы, есеп беріледі. Мысалы, def сумма деге AB. Яғни біз не істейміз? Ең бірінші бағдарлама негізгі программа орындалады. 3 пен 4 алады да бүтін санды. Сумма деген айнымалыға апарады пад программаға. Ол A мен B-ны A мәніне қосады да 3-ке 4-ті қосады, 7 болады, return мәнді 7-ні қайтарып береді екен. Астында екінші нұсқасы тұр. Немесе меншіктеп барып, сол мәнді қайтаруға болады екен. Келесі функцияны анықтап болғаннан кейін, оны кодтың кез келген жерінен, кодтың ішінен немесе басқа функция денесінен шақыруға болады екен. Мысалға def print сумма деп болсақ, a тең 2, b тең 2. Оны қосып барып, оны басқа жерде біз шақырып алып, қайта орындауымызға болады.
Яғни басында 2 мен 2 қосылып атса, енді 5 пен 1 барады да, екеуін қосқанда 6 болады екен. Функцияны бірнеше шақыруға болады ғой, жаңа айтқандай. Міне екінші нұсқасы сіздерде көз алдыңызда тұр. Функцияны сипаттау кезінде бастапқы мәндер беріледі, аргументтер мәндері болып табылады. Алдымен міндетті түрде параметрлер, содан кейін міндетті емес параметрлер көрсетілуі тиіс. Функция шақыру кезінде міндетті емес параметрлер мәндерін көрсету міндетті емес. Егер біз басқа аргументті мәндерін өзгертпей, аргументті мәндерін өзгерткіміз келсе, оған кілті бойынша қатынауымызға болады. Міне мына жерде сіздерде экранда тұр. Мына қараңыздар, example деп тұрған ішінде first, 8, 3, 5 деген мәндерді шығарып ап, одан кейін мәндерді шығарып беруімізге болады екен. Лямбда деп аргументтің саны еркін болатын, тек бір ғана өрнекті есептейтін атау функцияны атайды. Мұнда сіздерде міне лямбда аргумент 1, аргумент 2, аргумент n өрнекті орындауға болады. Мысал, мына жерде мысал тұр, сіздерде лямбда функция мысалды лямбда xx, x-тің квадраты 5 десеңіздер, жаңағы x-тің орнына 5 келеді, 5-тің квадраты 25 келеді. Немесе жаңағыдай x түбір асты десе, түбір астын 25-тен қайтадан 5 шығады екен. Мысал экранда көрініп тұр. Мына жерде факториалды есептеу мысал тұр, n факториалды. Мынаны жазған кезде факториал мысалы 5 факториалыңыз 120-ға тең. Немесе жаңағыдай біз мына жерде кез келген есепті шығаруымызға болады екен. Мысалы экран бетінде көрініп тұр, пакеттік режимде тұр. Одан кейін мына интерактивті режимде тұр. Фибоначчи саны қандай сандар? Мысалы Фибоначчи білесіздер, ол қалай есептелінеді? Формуласы тұр сіздерде. Яғни бұл не деген сөз? Бірінші 0 болады, 0-ға 1-ді қосса 1 болады. Алдыңғы санға артық шыққан санды қосып отырасыздар. 1-ге 1-ді қосса 2 болады, 1-ге 2-ні қосса 3 болады. Келесі 3-ге 2-ді қосса 5, одан кейін 8 деп сөйтіп орындала береді екен. Формуласы тұр. Ана жерде сіздерде тұр міне. Return fib деп. Функцияның ішіне егер, әйтпесе деген қызмет сөздерді қолданып шығаруға болады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Өрнектерді функцияны қолданып шығаруларыңызға болады. Def деген функцияны қолданып шығарасыздар. Сау болыңыздар.